Достар, сәлем. Мен Астана қаласында тұрамын. Бүгін біз Хан Шатыр сауда кешеніне серуендеп барамыз. Жүріңіздер, көрсетемін. Міне, Хан Шатырға жеттік. Қараңыздаршы, қандай әдемі. Біз отбасымызбен Хан Шатырға жиі келеміз. Хан Шатыр әлемдегі шатыр түрді құрылыстардың ең орасан зоры және Қазақстандағы сауда орталықтарының ең үлкені, әрі бірегей сырт пішінімен айшықталады. Шатырдың биіктігі 150 метр, ішкі көлемі 110 мың шаршы метр аумақты алып жатыр. Хан Шатыр 2010 жылдың 6 шілдесінде ашылды. Бірінші қабатта киім-кешек, әшекейлер, ойыншықтар сатады. Сенің ең жақсы көретін дүкені қояды? Иә. Менің сіңлім бұл дүкенді қатты жақсы көреді, өйткені бұл жерде тәттілер өте көп. Дүкеннің осы бөлігін мен жақсы көрем, өйткені бұл жерде өте көп кітаптар бар. Мынау мектеп сөмкеде Абай атамыздың суреті салынған. Көрейік. Шынымен де, ал жанындағы шы? Ыбырай Алтынсарин. Хан Шатырдың екінші қабатына көтерілейік. Екінші қабатта да киім-кешек, аяқ киім және басқа да заттарды сатады. Адена, қандай өлең ойнап тұр? Атамекен ай. Атамекен айды кім айтады? Роза Рымбаева апамыз. Керемет жан. Екінші қабатта Чаплин кинотеатры орналасқан. Көптеген дүкендерде жазғы жеңілдіктер болып жатыр. Сондай-ақ екінші қабатта бірнеше кафе орналасқан. Үшінші қабатқа көтерілейік. Үшінші қабатта ағылшынша айтқанда фудкорт орналасқан.
тез пісіретін тағамдардың дәмін татуға болады. Ал төртінші қабатта ойын-сауық кешені бар. Аттракционға отыру үшін билет керек. Және де Sky Beach Club деген аквапаркі бар. Онда бассейнге түсуге болады. Ал динозавр шын динозаврға ұқсайды. Енді -1 қабатқа түсейік. -1 қабатта дәріхана, техника құралдарын сататын дүкендері бар. Және де спорт тауарлары мен балаларға арналған дүкендер бар. Ал мына жерде Magnum супермаркеті орналасқан. Онда көптеген азық-түлік сатады. Хан Шатырдың мен ең жақсы көретін жерім ол балмұздақ сату кешені. Осымен біздің серуеніміз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Егер сіздерге видео ұнаса, онда лайк басып, каналға жазылып қойыңыздар. Баршаңызға рахмет.